Жақында Атырау аэропортынан Грузия еліне ұшқан болатынмын. Сол кезде мынау Fly Arslan компаниясы менен мәжбүрлі түрде 16.200 теңге алды. Мәжбүрлі түрде дейтін себебім өте артық, өте жоғары бағада ақша алды. Неге? Яғни аэропортқа келген кезде сіздің тіркелуіңіз керек, посадочный талон алғанға дейін тіркеуден өтуіңіз керек. Мен негізінде түнде кететін күні түнде онлайн тіркеуден өткен болатынмын. Бірақ ол онлайн тіркеуден өтілмей қалыпты. Яғни арғата продолжить дейтін кнопкасы бар, сол басылмай арғата тіркелмей қалған екен. Оны мен жаңағы посадочный талон беретін стойкаға келген кезде ғана білдім. Бірақ әңгіме одай емес, мен уақытымен келдім. Яғни мен 1 сағат 10 минут бұрын посадочный беретін стойкаға келсем де, олар мені онлайн өтуге мәжбүр болды. 1 сағат 10 минут бұрын келсем де. Себебі олардың айтуы бойынша онлайн регистрацияны өту ақылы екен. 16.200 теңгені сол үшін алды. Қараңыздар, енді қараңыздар. Неге енді мынау Fly Arslan компаниясынан маған көптеген шағымдар түсті. Мен осы бойынша Instagram парақшама салып едім. Көптеген адамдар алып жазды. Яғни бұттай 100 грамм, 50 грамм асып кетсе де олар ақша алады екен. Осылай регистрация өтілмей қалса да жаңағыдай ақша алады екен. Бірақ дегенмен де мен 1 сағат 10 минут бұрын келдім ғой. Олардың заңдамаларын жаңағы сайтына кіріп қарасам, 60 минуттан кейін онлайн регистрация жабылады екен. Бірақ мен үлгеріп барып тұрсам да, менің уақытымды алды. Олар жаңағы стойкада отырған қыздардың өздері таңғалды. Әлі уақыт бар ғой, қараңызшы, тексеріңізші, онлайн регистрация өте аласың деп маған телефонына қайтадан қарадым. Олар да өздері қарады, өздері де таңғалды. Онымен қоймай, сол жердегі отырған тіркеуде отырған адамдары посадочный талон беретіндер. Бірімен бірі әңгімелесіп, уақытымды алды. Одан кейін мені барып жаңағы регистрация жасайтын жерге жіберді. Оған барып кезекте тұрып уақытым кетті. Ол жердегі қыздар маған түсіндіргенше, одан кейін төлем жасағанша барлық уақытым кетіп, сөйтіп мәжбүрлі түрде маған 16.200 теңгені төлетті. Енді қараңыздар, бұл өте дұрыс емес жағдай деп ойлаймын. Одан кейін одан бөлек долларменен есептеп тұрда маған айтты, $33 төлейсіз деді. Ол теңгеменен 16.200 теңге болады деді. Неге доллармен айтып тұрда? Мәселе осы жерде. Біздің Қазақстан Республикасының заңын менсінбей тұр ма? Әлде бұлар біздің заңымызға түкіргендері бар ма? Осы жерін түсінбей жатыр. Көп жерлерде осы Fly Arslanның осындай заңдарды өрескел бұзатындығы, біздің халықты менсінбейтіндіктері талай айтылып та жүр, жазылып та жүр. Оны тіпті парламент қабырғасында депутаттар көтеріп те жатыр. Сонда да олар осындай әрекеттерін қояр емес. Біздің Қазақстан Республикасының Конституциясының 35 бабының 1 тармағында Қазақстанда ұлттық валюта теңге деп айдан анық көрсетілген. Одан кейін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 282 бабының 1 тармағында төлемдер теңгеменен көрсетілу керек және теңгеменен алыну керек деп айқын жазылып тұр. Мінекей осы заңдылықтарды олар менсінбей жатқаны білініп ақ тұр. Жақсы, енді 16.200 теңгені мен ол жерде жоқ төлемеймін деп дауласатын болсам, мен самолеттен қалып қоятын болдым да, сол үшін төлеп өтіп кету керек болды. Ол үшін қайтадан билет алудың өзі бәленбай мың теңге тұрады. Көріп тұрсыздар ма, олар қалай қосымша ақшаларды жасап тұрғанын. Жарайды, енді келдік. Одан кейін мен Instagram парақшама салдым. Салғаннан кейін көрермендерімнен сұрадым, әрғата жазсақ қалай болады депті. Жаңағы 16.200 теңгені қайтарып алуға деп. Көбі жазыңыз деп мені қолдап жатырғандықтан мен әрғарата олардың электронный почтасын тапқан жоқпын, айтпақшы. Олар маған хабарласты, манағы Instagram салғаннан кейін. Instagram салғаннан кейін маған хабарласып, сіз бәрін анықтап көрсетіп, жаңағы фото, видео, билеттеріңізді бәрін жіберіп, біздің электронный почтамызға жіберіңіз деп жазып жіберіпті. Одан кейін көрермендермен ақылдасып,
солай жасауға мәжбүр болдым. Яғни олардың электронды почтасына мен енді барлық мән-жайды анықтап, айтып, фото, видеоға түсіріп алғам. Жақсы, сонда айтпақшы, қазір осы жерге салайын, қараңыздар. Олардың бәрі көрініп тұр да. Мына жерде қызық болып жатыр. Мен кеше деген онлайн регистрациядан өттім деп жүрсем, Флайерстан сақ болыңыздар, иә. Флайерстан онлайн регистрация продолжите до конца басыңыздар, QR код шығу керек екен. Ол шықпаса, яғни өтпеген болып саналасыздар екен. Сондықтан мына жерге келіп қадалып қалмаңыздар. Енді онлайн жасау қанша дедіңіз жаңа? $33. Қазір мен сізге айтамын, $33, теңгемен 16.236 теңге. Тек регистрация жасаудың өзіне 16.200 теңге алайын тұр қазір. Мен көп болса 1000 теңге шығар деп жүрсем, бұрын солай болды. Бұл шетелдік рейс болғаннан кейін, международный рейс болған, сондай деп түсіндіріп жатыр. Қазір 16.200 теңге төлеуге тура келді. Соны естігіңіздер деген. Бәрін айтып, жаңағы барлық дәлелдемелерді салып, олардың почтасына жіберіп жатырмын. Яғни олардан жауап күтеміз. Жауап келмеген жағдайда ары қарата не істейміз, осы жерде де ақылдаса кетейік. Жауап келмеген жағдайда ары қарата тұтынушылардың құқығын қорғау комитетіне жазуға болады, көлік прокуратурасына жазуға болады. Жаңа қалай еді, авиакомпаниясында ұмытып қалып тұрмын, соған да жазуға болады. Осы 3-4 жерге жазып, оларды ары қарата тексертуге болады. Одан кейін айтпақшы, парламенттегі депутаттарға да жазып қозғалтуға болады. Сондықтан да сіздерден сұрайтын, егер жауап келмесе ары қарата жазып қуынып нетейік пе, оларға дәлелдеп көрсетейік пе, әлде қалай берсін бе, білмей тұрмын. Қалай беретін болса, ол ары қарата жалғаса береді. Олар сол әдеттерін іске асыра беретін болады, әдетке айналдырып кеткен болады. Ал егер де жазатын болсам, менің уақытым кетейін, осыны қалай қыламыз. Сіздер егер де қолдасаңыздар, осы жерде жазу керектігін айтсаңыздар, яғни мені қолдайтын адам көптігін біліп, мен ары қарата тағы да жазыпға уақытымды бөлер едім. Ал достар, осыған бір пікірлеріңізді білдіріп, өздеріңіз ойларыңызды айтып жіберіңіздер. Мүмкін сіздерде де кездескен болар жағдай. Бұл шынымен де басқа шығып кетті ғой, бұл әуе компания.